сәлем, сіздермен бірге Айзада. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мерекелік дастарханға торт дайындаймын. Бірақ ерекше, тәтті емес, бауырдан жасалған жеңіл торт. Өте қарапайым әрі оңай әзірлену жолымен бөлісемін. Сондықтан видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, менімен бірге әзірлейміз. Ең алдымен 400 грамм, шамамен 3 дана сәбізді майда үккіштен өткіземіз. Комбайнда өткізу міндетті емес. 600 грамм менде сиырдың бауыры. Комбайнға немесе ет тартқышқа салып, өткізіп алуымыз қажет. Екі дана жұмыртқа, 1-1,5 шай қасық тұзды қосып араластырамыз. Комбайнда араластыру әрине міндетті емес. Мысалға ет тартқышта тартып, ал келесі ингредиенттерді венчикпен араластыра берсеңіз болады. Келесі 3 ас қасық ұн, 250 мл сүтті қосып, жақсылап араластырамыз. Достар, каналымның өркендеуіне қолдауларыңыз өте маңызды. Сондықтан каналға тіркеліп, лайк басып, келесі жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Міне біздің бауырдан құймағымыздың қамыры дайын болды. Енді салмасына кірісеміз. 3 дана пиязды майдалау текшелерге кесеміз. Екі дана болгар бұрышында текшелерге кесеміз. Оның орнына шампиньондарды майдалап турап қоссаңыз да болады. Немесе болгар бұрышында шампиньонды да қоспай, құр пиязбен сәбізді қорсаңыз болады. Әрине барлығы отбасыңыздың, өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, осы және басқа да видеолармен достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Табаға кез келген өсімдік майын немесе ертілген сары майға салмасын дайындаймыз. Ол үшін бірінші пиязды қуырамыз. Пиязымыз кішкене қуырылып жұмсарғаннан кейін сәбізді саламыз. Болгар бұрышын қосып араластырамыз. Дәміне қарай қара бұрыш және тұз қосамыз. Көкөністерді жақсылап қуырып алғаннан кейін табаның қақпағын жауып, баяу отта 10-15 минутқа қойып қойдым. Енді бауырдан құймағымызды дайындауға кірісеміз. Ең бірінші құймаққа табаны майлап алған жөн. Қызып тұрған табаға орташа шөмішпен құйып, біркелкі етіп жайып шығамыз. Пешіміз орта оттан сәл жоғары болуы қажет. Құймақтар өте тез піседі. Әркімнің пеші, табасы әртүрлі болғандықтан қарап тұрыңыздар. Қоңырланып, әдемі түске боялса, келесі бетіне айналдырыңыз. Әрине, екінші беті бірінші жағынан тезірек піседі. Осылай біткенше барлық құймақтарды пісіріп шығамыз. Менің табамның диаметрі 22 см. Сізде үлкенірек болса, ештеңке етпейді.
Тек тортымыздың биіктігінде айырмашылық болады. Қалауыңыз бойынша жұқа шеттерін кесіп тастауға немесе солай қалдырсаңыз да болады. Біздің бауырдан құймақтарымыз дайын болды. Құймаққа жағылатын салмамызды дайындаймыз. Ол үшін бізге 200 грамм майлылығы 25%-дан кем емес қаймақ пен 2-3 дана сарымсақты майда үккіштен өткіземіз. Қалауыңыз бойынша қаймақты майонезбен алмастырсаңыз болады. 100 грамм өңделген ірімшікті жарты сағатқа тоңазытқышқа салып алып, майда үккіштен өткіземіз. Біріктіріп, жақсылап араластырып алуымыз қажет. Енді тортты жинайтын уақыт келді. Осындай пісіруге арналған шеңберіңіз болса, соның ішінде де жинауға болады. Немесе көлемі келетін әдемі тәрелкенің үстіне жинай беріңіз. Ең басында мен құймақ, қаймақ, үстінен салманы жағып шықтым. Бұлай жеке-жеке жаққаннан көбірек уақыт алатындықтан, келесі қабатында қаймақ пен салмасын бірге қосып араластырып алдым. Міне, қаймақ пен салманы біріктіруді жөн көрдім. Кішкене бөлігін бетіне алып қалыңыздар. Осылайша құймақ үстінен салмамызды жағамыз. Әр қабатына шамамен 2 ас қасықтай салмасын саламыз. Барлық қабатын құймағымыз біткенше қайталап шығамыз.
Міне ең соңғы қабатына қаймақ пен ірімшігімізді жағып шығамыз. Бауырдан құймағымыз салмасын сіңіргенше шамамен 1-2 сағатқа немесе 1 түнге тоңазытқышқа жібереміз. Ал егер де тортты тәрелкеде жинаған болсаңыз, бірден безендіріп тоңазытқышқа салсаңыз болады. Уақыт өткеннен кейін шеңберді шешіп, безендіруге кірісеміз. Жан-жағын майонезбен немесе қаймақпен жағып шығамыз. Торттың ортасына кішкене тәрелке қойып, жан-жақтары мен шет-шеттерін аскөкпен сеуіп шықтым. Әрине безендіру жағын өз қалауларыңыз, фантазияларыңыз бойынша істей берсеңіз болады. Мысалға, үстіне саңырауқұлақты маринадталған корнишондармен, зәйтүндермен әсемдесеңіз де болады. Үстіне майда күштен өткізілген ірімшікті сеуіп шықтым. Шеттерін тазартып сүртіп шығамыз. Міне біздің ерекше, биік, нәзік әрі өте дәмді тортымыз дайын болды. Міндетті түрде мерекелік үстелге әзірлеуге кеңес беремін. Бауырдан тортты кесу өте жеңіл, шашылып, бөлініп кетпейді. Сондықтан үстелге кішкене бөліктерге бөліп, закуска ретінде қойсаңыздар да болады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге әзірлесеңіз, көп рахмет. Астарыңыз дәмді болсын. Каналға тіркеліп, лайк басып, жаңа видеоларымды өткізіп алмас үшін қоңырауша белгісін басып, басқа да видеолармен достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Көп рахмет. Аман сау болыңыздар.